Қайырлы күн, ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде Mitsubishi электронды блок жүйесі, Mitsubishi автокөліктің. Проблема бізде катушка мен форсункаға импульс келмей қалды дейді. Арнайы катушкаға келмей қалды дейді. Сондықтан бұны жөндеудің орнына басқа электронды блок жүйесі иесі әкеліп берген, оқытып берді. Енді компьютер егер өздеріңіз табатын болсаңыз, сырты қорапшалары барлығы бір болғанымен, іші сырты қорапшаның негізінде іші сәйкес, платасы сәйкес келмейді. Мына өзінде автомат берілісіне жауап беретін микросхема бар. Бұл қозғалтқыштың микросхемасы. Яғни автомат және қозғалтқыштың электронды блок жүйесі екеуінде де басқарады. Ал мынау үлкен процессор тек қана қозғалтқышты басқаратын блок жүйе, механиканікі әрі. Сондықтан табатын кезде іші платасын дұрыстап қарап алған жөн. Сатқан адам енді мұны қайтармайды, алмайым деді, өз сөйлескен болатын. Сондықтан бұл компьютер өзінікін жөндеуге тура келді. Плата енді далаға кетті дегенмен бірдей. Ақшаңды жерге шашып жібергенмен бірдей. Сондықтан келесіде алатын болып атсаңыздар, мұқият болып алыңдар. Бұл компьютер енді пайдаға аспайды, бұл механиканікі, а бұл өзінікі автоматтікі. Көлікті жөндеп бердік, иесіне тапсырып, аман сау береміз. Осылай міне достар, проблемалар кездеседі. Сондықтан біріншіден мұқият болыңдар. Іші платасын алатын кезде, егер электронды блок жүйеңіз компьютеріңіз жасамай қалса, өздеріңіз іздемей маған тапсырыс берсеңіз болады. Бұл жерде гарантиясы бар. Блок жүйесі жөн дұрыс жасалмаса, мен сіздерге басқасын қайтарып бере аламын. Егер одан да болмаса да, мен сізге ақшаңызды толық қайтарып бере алатын мүмкіндік бар деп, сондай қызметім бар деп айтайын дегенім. Сондықтан абайлаңыздар, компьютер іздейтін кезде WhatsApp пен Instagram мен хабарлассаңдар болады. Рахмет.